Ассалаумағалейкум достар. Сонымен бүгін екінші күн. Қазір Toyota Avensis'ті көреміз. 2007 жылғы көлік. Так, пробегін ұмытып қалдым. Полностью крашеный. Цвет серебристый. Серебристый емес, золотистый. Қазір соны көруге бара жатырмыз. 3 миллион 600 мың сұрап тұр. Срочно дейді. 3-те 5-ке бересің бе деп сөйлесіп көргем. Давай деген сияқты болды ғой. Көрейік қазір бар. Точно берді алдық. Полный сыртын тексереміз, шпаклевкасын. Так, короче, беке капот шпаклевка бар, крыла, капот екі неде, крылада. И есіктер нормально, машина полностью крашеный, төбе нормально. Так, артқы крылада шпаклевка көп. Так, багаж нормально, багаждың асты нормально, удар болмаған, майсық ештеңке жоқ. Былай да көруге болады. Енді есік нормально, бәрі нормально, только двигатель. Ау? Не крашеный? Аха, стойка не крашеный, нормально стойка, красить деген родной. Так, двигательдің подушкасын ауыстыру керек, секіріп тұр. Потом салонда нормально енді өзінің жылына, бірақ перетяжка желательно. Полный электропакет. Так, музыка, пузыка, автомат коробка. Пробег 230 мың 730. Так, свет бәрі жанып тұр. Так. Так, мана көріп тұрғандарыңыздай достар, енді коробка чуть-чуть тевет. Чуть-чуть тевет коробка. И нормально, өзінің жылына. Так, мына кезде перетяжка, бас. Так, қалтасы бар мына кезде. Ұстамайды. Так, кондер, мандер, климат контроль. Көркі. Қалтасы. Так, мына жер ашылыпты. Есіктер нормально. Так, достар, багажын зазор келмейді. Шамал көріп тұрсаңыздар. Зазор келмейді. Есікте шамал не бар? Люфт бар есікте. Секіріп тұр ашқан кезде. Люфт бар чуть-чуть. Так. Так. Жалпы көлік жаман. Сонымен достар, көрдік. Көргендеріңізде жаңағы шпаклевка екі алын крылада көп, капотта көп. Так, ланжером майыспаған, нормально, просто жай әшейін удар болғанда енді удар болған нормально. Фаран креплениелер сынған. Так, бамперға по-любому креплениелерін келтіріп істету керек, бамперді по-любому істеу керек, бояу керек. Одан кейін артқы оң жақ неде крылада өте шпаклевка көп, нормально удар болған, потому что артқы оң жақ есікте люфт бар. Ашқан бетте шамалы бір түрлі түсіп ашылады, жапқан бетте бір түрлі. В общем, дұрыс жабылмайды артқы есік. Сол жақтан нормально удар болған. Двигательдің подушкасы дейді, подушкасы деп жарайды, көңілін қалдырғым келген жоқ ол жігіттің. Подушкасы емес, что-то двигатель троить етіп двигатель. Білмеймін неден екен, может свеча, может форсункалар ма, может катушкалар ма. Білмеймін енді, чуть-чуть троить етіп тұр енді. Сосын антифриз жіберіп тұр радиатордан.
радиатор по-любому ауыстыру керек. Так примерно енді вложение бір максимум, в общем, полировка керек, кузов қана артық естететін болса, потолок 200 мыңдай вложение керек болады ана көлікке. Енді бұл көлікті де алмайтын болдық. Subaru'ды да алған жоқпыз, бұл көлікті де алған жоқпыз. Дальше больше қарай береміз. Көрейік қандай көлік кездесетінін. Сіздермен қоштаспаймыз. Міндетті түрде YouTube каналыма жазылып, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар, достар. Сіздермен әлі қызықты видеолар болады. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесіде көріскенше. На утро нас будет не узнать. Мы завалимся куда-то, будем ждать. И не будем никому терема отворять. Я заберу вновь с собой, не сможет сказать. Нет, не мы довольны вдвоем, слетим дальше. Опять когда нас смотрят.